Ешқашан ешкімге қадірлі екеніңді түсіндіріп әуре болма. Өйткені сенің қадіріңді сен жоқ кезде немесе сен өлген кезде түсінеді. Өкініштісі, ол адам сол кезде қатты қателеседі және кеш қалады. Көңіл сарайыңның терезесін айқара ашпаған абзал. Ашық алаңға тас атушылар көп болады. Қалай қылсаң да, қанша тырыссаң да, әр ісіңнен бір мін тауып отыратын адам әрқашан табылады. Меніңше, мұң қуаныштың серігі. Қуаныштың жары десе де болады. Мұң бізді ессіз күлкіден арылтады. Тәубамызды есімізге түсіреді. Ағат іс, ақымақ жүрістен сақтандырады. Мен бұрын мұңның осыншалық құдіреті бар деп ешқашан ойлаған емеспін. Оралхан Бөкей. Адам кейде жұмыстан емес, ойдан шаршайды. Адам өмір сүруден емес, керісінше нәтижесі шықпаған жұмыстардан, мейірімі жоқ көздерден, жүрекке бататын сөздерден шаршайды. Бір сәт еңсеңді көтеріп тұра алатындай бір демеуші күш болса екен дейсің. Адам бойындағы рухани кедейлік іштарлық пен көре алмаушылыққа алып барады. Ал рухани байлық өзгелердің бойындағы асыл қасиетке, адамгершілікпен сүйсіне қарау, бағалау, үлгі алу мәдениетіне алып барады. Опасыздық пен сатқындық жасайтындар әрқашанда адамның өз айналасынан табылады. Әрбір адам қасындағы жандарға жан тәнімен сенгеннен гөрі сақтана білсе, онда өзін қорғай білгені. Қалай болса да, бірінші қателескенде ең жаман адам сен боласың. Ол кезде сенің қаншалықты жақсы адам болғандығыңның маңызы жоқ. Өздері қалай сөйлейді? Дәл солай жауап берсем, жүректеріне қатты тиеді екен. Сонда олардың жүректері жүрек. Ал менікі тас па не? Не айтса соның бәріне шыдап жүре беретін. Өмір жолында кездескен сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес. Кім біледі, мүмкін сенің бақытың осы тұстан басталар. Кешіре берсең, қадірің қалмайды екен. Сыйлаған сайын, иілген сайын қадіріңе де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше, иілгенге иіл, басың жерге жеткенше деп бекер айтпаған екен-ау. Ақымақпен сөз таластыру шекеңе қонған шыбынды шапалақпен ұрып өлтіргендей. Ол өлер, мүмкін өлмес, бірақ шекеңе жақсы шапалақ тиеді. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын, кейбір жандар өзін періште сезініп, басынып, басыңа шығады екен. Саған біреу сыр айтса, әркім жайлы, сені де өзгелерге оңдырмайды. Басқаларды қуанту үшін өмір сүрсең, бәрі сені жақсы көреді, өзіңнен басқа. Рухы әлсіз адамдардың санасы әрдайым өзгелерге тәуелді болады. Рухы мықты адамдар өзіне сенімді, әрі өз санасымен өзін өзі жетілдіреді. Адам баласы өзгелерге ақыл айтуды да тоқтатып, өз кемшіліктерімен арпалысқа түсіп, өзімен өзі қалған кезде нағыз адами тұлғалық қасиетке ие болады. Ең бастысы, адам уақытынан бұрын күйремеу керек. Ақылымды тыңдасаң, салың суға кетпесін. Мықты бол. Тіпті жағдай қиындап, шаман келместе болып жатса да, сасқалақтамай, бәрін сабырмен істеу керек. Кез келген мәселе бірден шешілмейді. Төзім керек, уақыт керек, сабыр керек. Әр адамда өзінің жетілу кезеңі бар. Осы деңгейге жеткенде ешкіммен де ісің болмайды. Өзіңді санасы дамымаған, арамза,
екі жүзді адамдардан алшақ ұстайтын боласың. Сені ауру ететін адамдармен бірге болудан шегінетін боласың. Сол деңгейде ғана өзіңе баға беруді де үйренесің. Қайғыңызды бәріне көрсетпеңіз. Себебі сіздің отыңызға кім ағаш тастайтынын білмейсіз. Әлемде жүздеген ұлттар, діндер, тілдер, нәсілдер мен мазхабтар болуы мүмкін. Бірақ адамдардың екі ғана түрі бар. Ар-ұжданы барлар және ар-ұжданы жоқтар. Алла бәрін өзі реттейді екен. Ол адам үшін өмірлеріңізді құртып, қатты қиналмаңыздар. Сізге хайырлы болса, ол адамды түбінде алдыңызға келтіреді. Хайырсыз болса, сіздің көзіңізді ашып, қандай адам екенін көрсетіп, сізден алыстатады. Бәрін Аллаға тапсырыңыздар. Құрметті оқырман, ана тіліндегі арнаны қолдай отырыңыз. Арнама жазылып, қоңырауша батырмасын басып, күнделікті шығып тұратын аудионы тыңдап, комментарийға өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.